2022 жылдың февралынан бері мен Қытай, Түркия сайттарымен айналыса бастадым. Содан бері жақсы жүріп жұмысым. Көптен бері армандап жүрген Стамбул қаласына баруға ақша жинап, анамыз екеуміз жолға шықтық. Билеттерді Түркістан қаласынан алған болатынбыз. Түркістанның жаңа аэропортынан осылай жолға шықтық. Іші өте әдемі екен, кішкентай болса да әдемілеп бәрін істеп қойыпты. Самолет біздің Fly Арыстаннан алған болатынбыз. Ең арзан билеттерді, билеттің өзі бізге адам басына 150 мың теңгеден түсті, 2 адамға 300 мың болды. Самолеттің іші кішкентай, билеттер ең арзан болғаннан кейін оның ішіне ешқандай тамақ кірмейді. Бірақ менюлары бар, тағамдары бар. Сатып алсаңыздар болады. Су, шай 500 теңге тұрады, сэндвич 2000 теңге тұрады, горячий обедтер бар, по-моему, 3000 теңге тұрады. Осылай ұштық, өте күшті әсер енді. 5 сағат дегенде Стамбулда болдық. Әзірбайжанның, Түркменстанның үстінен өтеміз осылай. Өңкей таулы аймақ екен. Біздің Қазақстан степ болса, бұл жақтың барлығы таулы аймақтар. Осылай Каспийдің үстінен ұшып өттік. Енді күшті әсер алдық. Қараңыздар, төбеден қарағандағы көрініс қандай тамаша, е? Сосын біз Стамбулға ұшып келдік. 5 сағаттың ішінде Стамбулда болдық. Аман есен, Құдайға шүкір. Енді қарасаң, Стамбул деген өте үлкен қала екен. Қарасаң көзің жетпейді. Мен бұндай қаланы бірінші рет көруім өмірімде. Судың жағасында орналасқан еще. Енді тамаша екен. Осындай көп корабльдер тұрады. Бұлардың барлығы басқа елдерге экспортпен зат таситын болу керек. Бұндай көріністі мен өмірімде бірінші рет көріп, әр затқа таң қалып осылай отырдым. Қаланың өзінде 20 миллион халық бар екен. Ешқандай туроператорсыз келдік біз. Жай отельді букинг арқылы бронировать еттім. Отель бізге 5 күнге 200 мың теңгеге түсті. Самолет бізге ары-бері ұшып келу 150 мыңға түсті. Сонда 75 мыңнан бір бетке болып тұр. Общий 500 мың теңге отельмен билетке ғана кетті. Қыдыруына бөлек ақша алып келдік. Сабиха Гөкчен деген аэропортқа қондық біз. Аэропорт Түркістандікінен қарағанда 3-4 есе үлкен. Бірақ жаңа аэропорт емес. Әр түрлі елден ұшып келеді екен. Ол жаққа өздерінің ішкі рейстары да бар. Өте үлкен duty free бар екен. Тамақтанатын орындар көп. Адамдар көп. Очередьтің өзінде 15-20 минуттай тұрдық өту үшін. Сонымен өтіп бізге лираға ауыстыру керек болды долларларды. $100 1850 лира болды 18-де 5-тен. Сонымен қалаға баратын таксилер, сары таксилер тұрады. Олар $30 алады екен 2 адамнан. Біз оған мінбей жаңа ауыстырған лирамызға Таксим деген площадь бар. Сол жаққа қарай, исторический центрға қарай Хаваист 12 деген автобус жүреді. 50 лирадан алады екен адам басына 1300 теңгедей. Ол енді ұзақ жол жүретін болғандықтан 2 адамға 2600 теңге 100 лира төледік. Осындай әдемі жерлермен өтіп бара жатырмыз. Анамыз екеуміз бірінші рет келіп тұрғандықтан барлық затқа жан-жағымыздағы таң қалып отырдық. Өзіміз келгендіктен туроператорсыз біз жолдың барлығын өзіміз жүрдік. Мен алдын ала Қазақстаннан айтып кететін дүние, бұл жақта сим-карта сатпайды туристерге. Барлық жерде, бірақ кафеларда, магазиндерде
бесплатный Wi-Fi бар, соны сұрап жүресіздер, соған қосылып жүресіздер. Бірақ Қазақстаннан жолдан түскеннен кейін Wi-Fi болмайды ғой, сол үшін Google Maps скачать етіп аласыздар, жүктеп аласыздар. Солмен мен Google картамен жүрдім. Барлық жерде керек жерімді атын жазам. Google карта интернетсіз жұмыс істейді. Сонымен жүрдім. Бірінші автобустан кейін метроға отырдық. Стамбул картасы деген болады, 50 лираға сатып аласыздар. Сөйтіп оның үшін ақшаға толтырасыздар. Метромен, сосын трамваймен жүріп келдік. Сөйтіп Лалали базарының жанында гостиница алған болатын. Мен арнайы гостиницамыз 5 күнге 200 мың болды 2 адамға. Міне осы гостиница. Өте таза, кішігірім гостиница екен. Адамдардың барлығы атсалысып, барлық сұрақтарымызға жауап беріп отырды. Мен кішігірім ағылшын тілін білемін, кішігірім. Сол маған өте қатты көмектесті. Өйткені бұл жердегі официант болсын, кішкентай бала болсын, сатушы болсын, туристер көп жүретін жер болғандықтан барлығы ағылшынша үйреніп алған екен. Болмаса, егер тіл білмесеңіз, Google переводчикті тоже өздеріңіздің елдеріңізде жүктеп алыңыздар. Ол да өте қатты көмектеседі, түрікше, ағылшынша тілден жүктеп алыңыздар. Келген күні біз келеміз дегенше сағат 4 болып қалды, күндізгі 4. Анамыздың екеуміздің қатты қарымыз ашып қалған. Сонымен осындай күшті бір ресторанға келдік. Бұл ресторанның ерекшелігі панорамный осындай терезелер екен. Сұлтан Ахмет, Айя София мешіттеріне және Босфорға осындай әдемі көрінісі бар екен. Сондай көрініспен отырдық. Бірақ ескеретін жайт, туристер көп жүретін жерлер болғандықтан бұл жер тамақтары өте қымбат. Бізге жай овощи на гриле және шашлыки на гриле почти 30 мың теңгеге шықты. Бір наны бар, суы бар, 30 мың теңгедей болды. Осындай көрініс үшін 30 мың теңге беріп қайттық. Бірақ тамақтары өте дәмді болды. Ұзақ алып келдік бірақ. Тамақтан кейін анамыз екеуміз серуендеуге шықты. Бір байқағаным, туристер жүретін болғандықтан ба, жинап үлгермей ма, бірақ қала өте лас екен. Темекі шегетті окурктарын кез келген жерге тастап кете салады екен. Мусорды кез келген жерге тастап кете салады екен. Сосын қалада мұшықтар, иттер өте көп. Түріктер де, туристер де оларға тиіспейді екен. Сонымен кішкене ластау қала. Бірақ өте әдемі. Енді көздің жауын алатын әдемілік барлығы бар ғой, барлығы бар. Мына трамвай туристер жүретін көшенің өзінде арнайы осындай магазиндер, фаст-фуд, тәттілер сататын жаңағы магазиндер, сувенир сататын магазиндер барлығын ашып қойған. Тек қана ақшаң болса болды, мына барлығын ала бересіздер. Бірақ сәл қымбаттау. Бұндай заттарды туристер жүрмейтін жерден алу керек. Менің кеңесім, бұндай жерлерде олар екесе қымбат болады. Тамақ жағына келетін болса, кафелар на каждом шагу, орысша айтқанда, әр қадам жасасаң, кафе, магазин, киім сататын, сувенир сататын, ол жағынан қиналмайсыздар тамақтан. Бірақ Қазақстанның тамағынан кішкене айырмашылығы бар. Қазақстанның тамағы сияқты емес. Бір байқағаным, бұлар тұзды өте аз қосады екен. Или вообще қоспайды, тамақтардың бәрі пресный, дәмсіз. Сол үшін соған дайын болып барыңыздар. Лучше түріктердің тамағын емес, иностранный тамақтар заказ берген дұрыс. Оның өзіне бірақ тұз қоспайды екен. Бір риза болғаным, бұлардың тәттілері өте көп, бірақ пахлава барлық нелері тәттілері майлы өте. Мен ондай тәттілерді жақсы көрмеймін. Мамам на пробу алып көрді бір екеуін. Мен ұнатпаймын.
сондай жерлері көп. Мешіттер өте көп екен. На каждом шагы мешіт. Әрқайсысы өте әдемі, ерекше, бірінен соң бірі өтеді. Бізде простой қылып салатын болса мешіттерді, бұл жақта әдемі